Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен таңғы асқа бірнеше рецепт дайындайтын боламыз. Бірінші дайындайтынымыз ПП бутерброд. Бізге керектілер: жұмыртқа, қияр, қызанақ, ірімшік және тауық еті. Табамызға шімішке майын құйып, кішкене қыздырып алып, бір жұмыртқаны бір келкі қылып құямыз. Жұмыртқамыз біріге бастаған кезде үстіне дөңгелек қып қиып алған лавашымызды саламыз. Аралары біріккен кезде екінші бетіне ауыстырамыз. Екінші беті қызарғанша лавашымызды ортасына дейін қиып аламыз. Тауық шұжығын, қиярды, қызанақты, ірімшікті салып бүктейміз. Екі жағынан бірдей қуырып аламыз. Осымен ПП бутербродымыз дайын. Отбасыңызға таңғы асқа осылай жасауларыңызға болады. Лаваштан жасалатын екінші асымыз ПП пирожки. Бізге керекті заттар: лаваш. Лавашты ұзын қылып кесіп аласыздар. Суға қайнатылып езілген картоп пюресі, қуырылған капуста, қуырылған жуа және қаймақ. Картоп езіндісіне қуырылған жуаның жартысын салып араластырып аламыз. Жуамыз әбден араласқаннан кейін 2-3 қасық қаймағымызды салып тағы да араластырып аламыз. Лавашқа дайын болған салмамызды салып, конвертик жасаймыз және қыздырылған табаға қуырып аламыз. Екінші салмамыз қуырылған капуста. Дәл біріншідегідей дайындап аламыз, бірақ бұл жерде қаймақ қосылмайды. ПП пирожкиіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Үшінші лаваштан жасалатын асымыз ПП пицца. Бұл пиццаны таңғы асқа отбасыңызға ұсынуға болады. Бір жасағаннан ұнататынына сенімдімін. Бізге керекті заттарымыз: жұмыртқа, тауық еті, ас көк, ірімшік, қызанақ, қара зәйтүн, саңырауқұлақ, силиконовый форма, 4 пұштырғып кесілген лаваш. Қара зәйтүн мен саңырауқұлақты қалауларыңыз бойынша кесіп аласыздар.
Силиконовый формаға кесілген лаваштарымызды салып ыңғайластырамыз. Үлкен ыдысқа барлық дайын заттарымызды араластырып аламыз да формочкаларға саламыз. Бетіне тағы да кішкене ірімшіктен сеуіп шығып, духовкамызды 160 градуста қыздырып 20 минут пісіріп аламыз. ПП пиццамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Төртінші жасалатын асымыз конвертике. Бізге керекті заттарымыз жұмыртқа, дөңгелек қып кесіп алынған лаваш, жусай және ірімшік. Лавашқа ірімшікті, жусайды, бір жұмыртқаны салып, араластырып, конвертик жасап, екі жақ жағынан жұмыртқаға аунатып, қыздырылған табада қуырып аламыз. Конвертиктарымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Бесінші лаваштан жасалатын асымыз бірнеше салмасы бар конвертике. Бізге керекті заттар қызанақ, тауық шұжығы, ірімшік, лаваш, майонез. Заттарымызды біріктіріп, майонезбен араластырамыз. Лавашымызға дайын салмамызды салып, конвертике жасаймыз. Қыздырылған табаға екі жағынан қуырып аламыз. Бірнеше салмасы бар конвертіміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұржамал.